әйелдердің бәрі сұлу. Ілгеріде бір жігіт елге танымал дана қартқа келіп жолығыпты. Оған өзін қинаған үлкен бір мәселені айтып шағымданған көрінеді. Сондағы айтпағы мынау екен: мен әйелімді алғаш көргенде Алла тағала бұдан асқан сұлу әйелді жаратпаған шығар деп ойладым. Кейін үйлендім, бірақ біраз уақыт өткеннен кейін одан да сұлу әйелдердің өте көп екенін байқадым. Жыл өткен сайын әйелімнің көркі мен тартымдылығы кемей берді. Басқа әйелдің барлығы мен үшін хан қызындай дейді. Сондағы әлгі қарт: саған одан да сорақы, одан да қорқынышты бір нәрсе айтайын ба? Егер сен әлемдегі әйел атаулының барлығына үйленсең де, сен үшін көшедегі бұралқы иттер бәрінен де сұлу болып көрінер еді дейді. Жігіт шыдай алмай қарттың бұл сөзіне күліп жібереді. Қарт сәл ғана үнсіздіктен кейін сөзін ары қарай жалғастырады. Себебі кемшілік сенің әйеліңде емес, кемшілік қанағатсыз жүректе, көрсе қызар көзде, тойымсыз көңілде. Ұят кеткен көзді тек топырақ қана толтыра алады дейді жігітке қарап. Жарыңның баяғы әлемнің ең сұлу әйеліндей болған кезіне қайта оралғың қалайсың ба? Онда көзіңді еркіне жіберме, бөтен әйелдердің қасына назарыңды төмен салуды үйрен. Өйткені көзді тыю жанды демалдырады, кеудені тыныштандырады, әйеліңді сәл сайын сұлуландырып, жаныңды шаттандырады. Сонда ғана әйеліңмен қанағаттанып, жан ұяңды сақтайсың деген екен.